Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте нәзік кремді тарт жасаймыз. Өте ерекше десерт болып шығады. Үгітілмелі қамыр, қайнатпалы крем, кремнің үстінен киви өте үйлесімді және дәмді болып шығады. Кивидің орнына кез келген жеміс жидекті қолдансаңыз болады. Қамырымызға қажетті заттар: ұн, қамыр қопсытқыш, құмшекер, сары май, жұмыртқа. Ұнымызға сары май, құмшекер, қамыр қопсытқышты салып, видеода көрсетілгендей қолмен араластыра отырып крошка жасаймыз. Артынан бір жұмыртқаны салып, бір келкі қылып қамыр илейміз. Достар, мені қолдап, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Мен үшін бұл өте маңызды. Алдағы уақытта әртүрлі ерекше рецепттер салынып отырылады. Рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Қамырды екі бөлікке бөлеміз, үлкен және кіші. Үлкен бөлігін алып, оқтаумен жайып аламыз. Алдын ала дайындалған формамызға жайылған қамырды төсейміз. Және қамырымыздың қалған бөлігін, кіші бөлігін алып, шетіне жабыстырып шығамыз. Видеода көрсетілгендей бір келкі қылып жабыстырамыз. Қамырымызды шанышқымен тесіп шығамыз. Бұл қамырымыз қатты көтеріліп кетпес үшін жасалынады. Қамырымыз қатты көтеріліп кетпес үшін пергамент төсеп, үстінен өрме бұршақ салдым. Сіз кез келген үйде бар заттарды салсаңыз болады. Мысалы, күріш немесе горох салуға болады. Осылай төсейміз де, қызып тұрған пеште 170 градуста 15 минут пісіреміз. 15 минуттан кейін алып, менде 15 минут өтті. Жаңағы қалынған өрме бұршақты алып тастаймыз. Қайтадан сол пешке 5-10 минутқа қойып пісіріп аламыз. Қатты қызартып жібермеңіздер. Өйткені қатты қызарса қатты болып кетуі мүмкін. Ақшыл қызылдау қылып аламыз. Достар, мен тартымызға қайнатпалы крем қолдандым. Қайнатпалы кремнің рецебі менің каналымда бар. Сілтемесін описанияға қалдырамын. Алдын ала қайнатып суытып алдым кремді. Енді сол кремді тартқа бір келкі қылып жағып шығамыз. Сол рецептегі барлық кремді қолдандым. Кремі мол болған, өте дәмді болады. Сондықтан барлық кремді жағып шығыңыздар. Креміміздің үстін лопаткамен тегістеп бір келкі қылып жібереміз. Өйткені қазір үстінен кивиді турап орналастыратын боламыз. Кивилерімізді аршып, видеода көрсетілгендей дәл осылай турап аламыз. Туралған кивиімізді кремнің үстінен бір келкі қылып видеодағыдай орналастырып шығамыз. Сіздер кез келген жеміс жидекті қолдансаңыздар болады. Таңқурай, құлпынай қолдансаңыздар өте дәмді және әдемі болып шығады. Тартымызға әдемілік беру үшін үстінен қант ұнтағын сеуіп шықтым. Өте нәзік, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.